бір екі үш төрт. Сәлем, көк жиегі кең пәннің оқушысы. Сенімен бірге Бексан ағайың. Бүгінгі біздің видео сабағымыздың кезекті шығарына қош келдің. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қырғи қабақ соғыстың аяқталуы. Осы сабақта біз жалпы 1970 пен 80 жылдағы негізгі оқиғаларды қарастыратын боламыз. КСРО-ға Самата Смиттің келуі мен жалпы қырғи қабақ соғысты аяқтайтын боламыз. Кеттал. Жалпы естеріңізге түсіретін болсақ, мына хронологиялық кесте бар. Біз айтқан болатынбыз, қырғи қабақ соғысы деп тұрғанымыз 1945-тен бастап 89 жылға дейінгі жалғасқан Америка мен КСРО-ның арасындағы мына текетірес кезеңінде, яғни 1945 жылы Ялта Потсдам конференциясында басталады, бірақ сөз жүзінде Фултон сөз сөйлеуінде Уинстон Черчиллдің айтқан сөзінен басталған болатын, және 89 жылғы Мальта саммитінен дейін жалғасқан еді. Бірақ біз ылғи да айтамыз, 1989 жылы тек қағаз жүзінде ғана Мальта саммитінде қырғи қабақ соғысы аяқталады деп, ал шын мәнісінде қырғи қабақ соғысы КСРО-ның ыдырауымен аяқталатын болады. Жақсы, кеттал. Ең алдымен мына 70-80 жылдардағы негізгі оқиғаларға келетін болсақ, қараңыздар, революциялық жаңару үдерісі басталады. Яғни революцияларды біз айтқан болатынбыз, тарих бойынша екі-ақ қана түрін өткен едік, ол буржуазиялық және социалистік. Бірақ осы көрсетілген елдерде революцияның жаңа түрлері болып жатты. Мысалы 74-те Эфиопиядағы революция, 75-те Ангола мен Мозамбикте революциялық үкімет құрылды, 78-де мысалы Ауғанстанда үлкен төңкеріс болған болатын, капитализмнің келіп мына коммунизммен ығыстыруы, және 79 жылы Никарагуада Самоса режимінің құлатылуы болып, 79-да мысалы Иранда шаққа қарсы революция болған болатын. Жақсы, дәл осылай бізде қараңыздар, 1979 жылы желтоқсан айында мына Ауғанстанға кеңестік әскерді енгізу әлемдік қоғамдық пікірдің ашу ызасын тудырған болатын. Яғни осы затты сен міндетті түрде жаттап ал. УБД-да сондай сұрақтар кездесіп қалған. Жақсы, енді қараңыздар, дәл осы кезеңде мына 1962 жылғы Куба дағдарысын естіңде ме? Дәл солай үлкен ядролық соғыстың алдында тұрған болатын. Яғни әлем қайтадан осындай жанжалға, дағдарысқа келе жатыр екен. Ол қалай басталды? Мына картаға мән беріп қайтын болсаң, дәл осы территорияларда Кеңес одағы мен ақш мемлекеттері өздерінің зымырандарын орналастыра бастайды. Мысалы, Кеңес одағы Варшава шартты ұйымның елдерінде, яғни Шығыс Еуропа елдерінде жаңа кеңестік орташа қашықтықтағы зымырандарды орналастыра бастайды. Ал НАТО жауап ретінде болатын болса, Батыс Европадағы мына өзінің территорияларына, әскери базаларына орналастыра бастады зымырандарын. Яғни ол да орташа қашықтықтағы зымырандарын орналастырған болатын. Енді қараңыздар, дәл осылай мына Америка Құрама Штаттарының басшылығына жаңадан президент келеді. Оның есімі Рейган. Және Рейган КСРО-мен мынандай байланысты және қатынасты қатаң түрге өзгерте бастады. Яғни айтты, мен КСРО-мен қатал боламын деп. Нәтижесінде 1981 жылдың қаңтар айында ақш-тың президенті Рональд Рейган КСРО-ға қатысты ақш саяси бағдары күрт қатаңдатылды деп айтқан болатын. Нәтижесінде ол Американың президенті 1981 жылы қаңтар айында айтады, ақш мүддесі үшін ғаламшардың барлық жері маңызды деп белгіленген болатын. Сол үшін ол Иран, Ливан, Ливия, Гренада, Никарагуа, Сальвадор деген секілді мемлекеттердің ішкі істеріне араласа бастайды. Яғни Ирандағы оппозицияға қару жарақ бере бастайды, Ливандағы мемлекетке барады да жаңағыдай диктаторлық режимді ұстап тұруға көмектеседі. Яғни әр жерге өзінің бір қолын сұға береді ғой, бірінші айтқанда. Енді қараңыздар, 1983 жылы Рональд Рейган наурыз айында стратегиялық қорғаныс бастамасын ұсынады. Яғни оны біз СКБ деп атаймыз. Немесе оны басқаша жұлдызды соғыс деп атайды екен. Ұмытпаңыздар, жұлдызды соғыс және стратегиялық қорғаныс бастамасы екеуі де бір. Яғни осыған жауап ретінде Кеңес одағы қорқа бастайды. Жұлдызды соғыс шынымен де солай болайын деп отыр ма деп. Себебі мына суретке қараңыздаршы, қалай ғаламшарда, мына орбитада, ғарышта жарылыстар болып жатыр, Яғни жұлдызды соғыс деген не ол? Жұлдызды соғыс деп тұрғанымыз ол мына ғарыштағы спутниктер егер де мына Кеңес одағы зымырандарды ататын болса, ол сол спутниктер арқылы не істейді? Әрине әуеде ұшып баратқан зымыранды қағып түсіреді дейді. Кеңес одағы осыдан қауіптеніп, ол өзінің енді ұзақ қашықтағы зымырандарын ГДР мен Чехословакияның территориясына орналастыра бастаған болатын. Әлем қайтадан ядролық соғыстың алдында тұр. Яғни екінші Куба дағдарысы басталған еді тұр ғой, бірінші айтқанда. Осыған уайымдаған, осыған алаңдаған Американың 10 жасар оқушы қызы Саманта Смит деген. Ол 1982 жылы КСРО-ның басшысы Юрий Андроповқа ядролық соғыстың басталуы мүмкін екендігіне өз алаңдаушылығын айтып, хат жіберген болатын. Дәл міне осы суреттегі хаты
1983 жылы 19 сәуір күні Правда газетінде жарияланады. Правда деп тұрғанымыз ол Кеңес одағындағы газет еді. Дәл осы газеттегі жаңалықты көріп, Саманта Смиттің хатын оқиды және Юрий Андропов ол қызды КСРО-ға шақырады. Нәтижесінде осы Саманта Смит КСРО-ның соғысқа дайындалып жатпағандығына көз жеткізу үшін ол елге келген болатын. Саманта Смит 1983 жылы 2 апта бойы мұражайларды, Мәскеу, Ленинград қалаларын және Қырымдағы Артек пионер лагерінде жүрген болатын ата-анасымен бірге. Және КСРО-дағы жалпы жағдайды көріп қайтты. Және осылай КСРО-ның ешқандай соғысқа дайындалып жатқандығына көз жеткізген болатын. Ал КСРО болатын болса, яғни оған жауап ретінде қараңыздар, 1986 жылы Катя Личева дегенді, мына оң жақтағы қызды, не істейді? Балалар бейбітшілік қолдаушылардың ұйымының шақыруымен ақш-қа жібереді. Яғни ақш-қа бейбітшілікті дәріптеген жауапты сапарға барып қайтқан болатын. Солай жалпы тарихта бала дипломатиясы деген үлкен бір саяси байланыс орнатылған болатын. Яғни үлкен державалардың мәселесін кішкентай балалар шешіп берген екен. Жақсы. Енді қараңыздар, КСРО-да жаңадан басшы келеді. Ол бізде 85 жылы жаңадан билікке келген Горбачев еді. Горбачевтың кезеңін біз қайта құру кезеңі деп атаймыз. Яғни неге? Себебі Горбачев мына баяғыдан бері келе жатқан жүйені түбегейлі 180 градусқа өзгертуге тырыса бастайды. Яғни баяғыдан келе жатқан тоталитарлық билікті демократияландыра бастады. Оны біз қайдан көре аламыз? Оны біз жаңа саяси ойлау тұжырымдамасынан көре аламыз. Мына жердегі әр саладағы ойлау тұжырымдамасын сен міндетті түрде конспектіңе түсіріп ал. Себебі ОБТ-да сәйкестендіру сұрақтарында бұл келіп жатыр, келеді, түсінікті ғой. Яғни әскери салада олар айтады, КСРО енді ол осы әскери салаға мүлдем басқаша көзқараспен қарайды дейді. Қалай көзқараспен қарап отыр? Ядролық державалардың бір-біріне және үшінші мемлекеттерге қарсы соғыстан бас тартамыз дейді. Экономикалық салада халықаралық істерде кемсітушілікке жол бермейміз дейді. Оқшаулаудан, санкциялардан бас тартамыз дейді. Ал саяси салада болатын болса, халықтардың егемендік құқықтарын, олардың даму жолын, түрін таңдауына құрметпен қараймыз дейді. Яғни біз өзіміздің мына коммунизм саясатымызды тықпаламаймыз, әрқайсысына құқық береміз, таңдау еркіндігін береміз деп тұр да. Гуманитарлық салада бейбітшілік, қарусыздандыру, халықаралық қауіпсіздік идеяларын таратуға ынтымақтастық көрсетеміз, геноцидті, нәсілдік кемсітушілікті жоямыз дейді. Яғни бір айтқанда, бұл идеялардың барлығы, яғни жаңа саяси ойлау тұжырымдамасының барлық белгілері, ол Американың демократия белгісіне өте қатты ұқсайды. Түсінікті ғой? Дәл осылай Горбачев әлемдегі мына КСРО мемлекетінің басшылары бүлдіріп алған бүкіл қарым-қатынасты түзету үшін Горбачев әрекет жасап жатыр. Мысалы, ядролық қаруды қысқарту жөнінде ақш-пен келісім жасайды. Көріңіздерші. Батыс Европамен саяси экономикалық жақындасуды бастайды. Бұрында білесіздер, Батыс Европамен жау болған еді. Шығыс Европаның елдерін реформалауға көмектеседі. Білесіздер, Шығыс Европа өзінің басшысын қойып алып, әрқайсысын өзі басқарып отқан болатын. Және Қытаймен қарым-қатынасты реттейді. Және адам құқықтары саласындағы саясатты өзгертіп, халықаралық заңдарды мойындай бастайды. Және қару-жарақты шектеу туралы келіссөздер жүргізген болатын. Яғни бір айтқанда, мына Америкамен достасып, Американың талаптарын орындап жатқан сияқты көрініп жатыр, көрдіңіздер ме? Яғни осылай бізде Америка мен КСРО-ның арасында қару-жарақты шектеу туралы келісімдер болады. 3 маңызды келісім бар. Осы үшеуінің реттілігін ұмытпа, жақсы ма? Яғни 85 жылы ол бізде Женева конференциясы, 86 Рейкьявик и 87 Вашингтон. Осы Вашингтон конференциясы ең маңыздысы. Яғни Вашингтон конференциясында осы мемлекет басшылары Горбачев және Рейган Ақ үйде келісімшартқа қол қояды. Яғни бұл жерде олар мынандай 2 маңызды келісімшарт жасайды. Біріншісі, орта және шағын қашықтықтағы зымырандарды қысқарту, түсінікті ғой? Екіншісі, ядролық қарудың 2 класын жою. Яғни осы екеуін ұмытпа міндетті түрде. Және 87 жылғы Вашингтон конференциясын ұмытпа. Келесі, бізде КСРО-ның сыртқы саясаты өзгере бастайды. Неге? Себебі КСРО бүкіл сыртқы саясаттағы беделінен айырыла бастайды. Оған бағынышты жерлердің барлығы оған қарсы революциялар, төңкерістер ұйымдастыра бастады. Яғни бір айтқанда тісін көрсете бастады ғой. Мысалы, Шығыс Европада Румыниядан басқа 88-89 жылдары Бархат дейтін революция болды. Бұл революцияның барлығы бүкілі бейбіт түрде өткен болатын. Әрине Румыниядан басқа, Ал 89 жылы 9 қараша күні ГФР мен ГДР-ның арасындағы мына қырғи-қабақ соғыстың символы болған Берлин қабырғасы құлатылады. Яғни ұзақ уақыт жылдар бойы өзінің мына жақындарын, туыстарын көре алмай жүрген адамдар осы жылы табысып жатыр екен. Ал 90 жылы қазан айында осы ГФР мен ГДР бір тұтас мемлекетке біріккен болатын. Енді қараңыздар, 90 жылы Горбачев Европаның мемлекеттерімен бірге Европаның қарапайым қарулы күштері дегенді,
соған арнап келісімшартқа қол қояды. Яғни Европаның қарапайым қарулы күштері деп тұрғанымыз, оның жалпы осы келісімшартқа қол қоюының нәтижесінде Варшава шарты ұйымы және НАТО, осы Европада әскери блоктарын қойған, Атлантикадан Оралға дейінгі әскерінің айтарлықтай азаюын әкелген болатын. Яғни барлық әскерін шығарды осы Европа территориясынан. Біртіндеп Европадағы қақтығыстардың болмауына осы жағдай әкелген болатын. Енді қараңыздар, бізде жаңа айтқан болатынбыз, Қырғи Қабақ соғысының аяқталуына қағаз түрінде аяқтаған, жауап берген ол бізде Мальта саммиті. Яғни 1989 жылы 3 желтоқсан күні Мальта саммиті өтеді. Бұл кездесуде КСР мен ақш Қырғи Қабақ соғыстың аяқталуын ресми жариялайды. Яғни бұған қол қойған Горбачев және ақш-тың 41-ші президенті Джордж Буш. Осылай бізде КСР кейін құлайды. Яғни 91 жылы 1 шілде күні Варшава шарты ұйымы қызметін тоқтатады. Ал 25 желтоқсан күні Горбачев өзінің президент өкілеттілігін тоқтататынын мәлімдейді. Ал бір күннен кейін кеңес одағы ыдыраған болатын. Осы оқушылар бізде Қырғи Қабақ соғысы Мальта саммитімен аяқталған болатын, бірақ та шын мәнісінде КСР-ның ыдырауымен Қырғи Қабақ соғыс аяқталды. Және жалғыз жеңімпаз мемлекет ретінде Америка Құрама Штаттары жеңген болатын. Және постбиполярлы әлемде ақш жетекші күшке ие болды. Осы оқушылар біздің сабағымыз соңына жетті. Сабақтың соңына сіздерге кеңес: өзгеріс дегеніміз мына өзіміз. Барлық өмірдегі, барлық жан-жақтағы өзгерісті мына өзімізден бастау керек екен. Ал сен өзгерісті бастадың ба? Сіздермен болған Бексан ағаларыңыз және 140 білім беру орталығы 140-пен бірге 140-қа жетейік.